Біз бүгінгі видеода осы іс машина арқылы жұмыс жасауды үйренеміз. Бірінші сабақ бойынша осы машинаның деталі шөркеге жіп орауды үйренеміз және оны қалай орнату керектігін көрсетеміз. Шөркемізді видеода көрсетілгендей орнатып, жібімізді бірнеше қабат ораймыз. Бәрін біткеннен кейін шөркемізді оңға қарай жылжытып, педалімізді басуға болады. Шөркеге жіпті өз қалауларыңыз бойынша толтырсаңыздар да болады, немесе өзінің шегі жеткенде шөрке айналуын тоқтатады. Шөркемізге жіпті керегінше орап болғаннан кейін, оны солға қарай жылжытып аламыз да, жібімізді кесеміз. Егер де шөркемізді орнатқан таяқша оң жақта тұратын болса, онда ол шөркені орау қызметінде жұмыс істейді. Ал егер де сол таяқша сол жақта тұратын болса, педальды басқан кезде ол тігу процесін орындайды. Тігін машинамыздың сол жағында арнайы жіпті кесуге арналған пышақ бар. Шөркемізді қою барысының алдында міндетті түрде тігін машинамызды өшіруіміз керек. Ол біздің қауіпсіздігіміз үшін. Шөрке қалпақшасының ілгешегінен ұстап ашуымыз керек. Шөркемізді шөрке қалпақшасына видеода көрсетілгендей орнатамыз. Міндетті түрде ілгешегінен ұстап саламыз. Осы жібімізді көріп тұрсыздар. Шөрке қалпақшасының орнатылатын бармақшасының сол жағына жіберуіміз керек.